Валентина алаяқ күйеуін өлтіргені үшін 7 жылдан астам уақыт түрмеде отырып шықты. Бостандыққа шыққан соң ол 2 қаңғыбаспен бірге қараусыз қалған вагоншада тұрып, картон мен металл сынықтарын жинап күнелтті. Бірде ол телефон тауып алып, оны қосып қалғанда көрген нәрсесінен төбе шашы тік тұрды. Құрметті достар, жалғастырмас бұрын, әлемнің қай түкпірінен бізге қосылып отырғаныңызды жаза кетіңіздер. Лайк басуды ұмытпаңыздар, жағымды тыңдау тілеймін. Темір қақпа артынан тағдырдың өзі үлкен нүкте қойғандай естіліп, тарс жабылды. Валентина бостандық табалдырығында қолында мыжылған босату туралы анықтамасы жуыла беріп оңып кеткен күрткесінің қалтасында 200-дік купюрасымен тұрды. 7 жыл, 4 ай және 11 күн. Ол өзі жасамаған қылмысы үшін Фемида оған дәл осынша уақытты кескен болатын. Сәуірдің күні көзге еріксіз шағылысып тым жарық түсіп тұрды. Тікенек сымның арғы жағында әлем адам тағдырларының қалай сынып жатқанын байқамай айнала берді. Валентина тізесіндегі дірілді басуға тырысып көзін жұмды. 42 жас, өмірдің нағыз күш алатын шағы, ал оның артында тек өткеннің күлімен алдында бұлдыр белгісіздік қана қалды. Тверге баратын автобус соқпақ жолмен селкілдеп, баяу қозғалды. Жол серіктері де өзі сияқты түрмеден босап шыққан, шаршаңқы жүзді адамдар, бәрі үнсіз. Әркім өз ойымен әлек. Валентина кеудесіне тозығы жеткен сөмкесін қысып алған, ішінде аздаған заты, ауыстыратын іш киімі, мекенжайлар жазылған қойын дәптері және картоннан жасалған қолдан жасалған жақтаудағы ата-анасының суреті бар. Мәскеу-Твер пойызында ол көп жылдан бері алғаш рет ұялы телефонның әуенін естіді. Көрші купедегі жас қыз құрбысына жаңа Моторола мен несие карталары туралы айтып мақтанып жатты. Валентина бұл сөздерді жат тіл сияқты тыңдады. Бұл сөздер ол 1997 жылы жылынып алынған әлемде пайда болған еді. Қазан вокзалы оны қарбаласпен және вокзал маңындағы дүңгіршектерден шыққан жаңа піскен бәліш иісімен қарсы алды. Мәскеу танымастай өзгеріп кетіпті. Барлық жерде ағылшынша атаулары бар дүкен маңдайшалары жарқырайды. Адамдар ашық киініп, қаттырақ сөйлейді. Перронда шашы жылтыратып таралған жас жігіттер алақандай құрылғыға жылдам бірдеңелер айтып жүр. Ең алдымен паспорт столына барды. Валентина көшелердің жаңа атаулары мен метроның бейтаныс станцияларынан шатасып, ол жерге 2 сағатта әрең жетті. Кезек жарты кварталға созылып кеткен. Адамдар бюрократия емтиханына дайындалғандай бір құшақ анықтама ұстап тұр. Келесі, деп айғайлады терезе артындағы әйел, қағаздардан басын көтерместен. Валентина босату туралы анықтамасымен уақытша куәлігін ұсынды. Төлқұжатты қалпына келтіру 30 жұмыс күні. Мемлекеттік баж 200 рубль. Тіркеу туралы анықтама 2 фотосурет. Келесі. Кешіріңіз, егер паспортым болмаса, тіркеу туралы анықтаманы қалай аламын? Шенеунік әйел ақыры басын көтерді, оның жанары шаршаңқы, мыңдаған осындай өтініш берушілерді көрген суық еді. Бұл сіздің мәселеңіз. Құжатсыз ресімдемейміз. Келесі. Далада Валентина орындыққа отырып, туған үйінің мекен-жайын шығарды. Замоскворечье, Клементовский тұйық көшесі, 17 үй. Оның балалық шағы осы жерде өтті. Ата-анасы туралы естеліктер осында қалды. Әжесінің шәлілер коллекциясы бар, зәулім үй осында еді. Троллейбус оны таныс жерлерге жеткізді. Көше өзгеріп кетіпті. Ескі үйлер жаңадан сыланған. Аулаларда қымбат шетелдік көліктер тұр. Көшеде ашық түсті күртке киген балалар ойнап жүр. Оның қонақ бөлмесі болған бірінші қабаттың терезелерінде алтын түсті өрнектері бар перделер ілулі тұр. Валентина домофон түймесін басты. Қарлыққан дауыс бірден жауап бермеді. Кім бұл? Қайырлы күн, бұл Валентина Осташева. Мен бұрын осында тұрғанмын. Онда ешкімді танымаймыз. Бұл үй біздікі болғанына 5 жыл болды, түсінесіз бе? Мен жаңа ғана босап шықтым. Бұл үй. Тыңдаңыз, азаматша, басымызды қатырмаңыз. Біз үйді заң бойынша сатып алғанбыз, құжаттар түгел. Кетіңіз бұл жерден, әйтпесе милиция шақырамыз. Домофон үні өшті. Валентина өз үйінің қақпасы алдында қайыршы сияқты тұрып қалды. Төркөз қоршаудың ар жағынан ол кезінде анасының сирені өскен ұқыпты ауланы көрді.
Қазір ол жерде пластик сырғанағы бар балалар алаңы орналасқан. Кешкісін ауданаралық прокуратура ғимаратына жетті. Кезекші прокурор оны салғырт тыңдады. Осташева. 98 жылғы іс. Ол компьютерден деректерді қарап шықты. Үкім заңды күшіне енген. Апелляциялық шағымдар қабылданбады. Мәселе жабық. Бірақ мен кінәсізбін. Күйеуім тірі. Ол мені ұстап берді. Азаматша Осташева, прокурор шаршап мұрнын уқалады. Істек үкім шыққан кезде сотқа белгісіз болған жаңа айғақтар пайда болғанда ғана қайта қаралуы мүмкін. Сізде ондай айғақтар бар ма? Жоқ. Олай болса, жаңа дәлелдерсіз іс қайта қаралмайды. Адвокаттық кеңселерге хабарласыңыз. Мүмкін олар бірдеңе ойлап табар. Сау болыңыз. Прокуратурадан шыққан соң, Валентина өзін үлкен, қатыгез әлемдегі кішкентай құм түйіршігіндей сезінді. Кеш батты. Бір жерге қону керек еді, бірақ 200 рубль жол бойындағы жатақханалар үшін де түкке тұрғысыз ақша. Ол өзінің туған көшесіне қайтып оралып, көрші үйдің подъезіне жайғасты. Жылы халат киген егде жастағы консьерж әйел алғашында бұралқыны қуып жібергісі келді, бірақ Валентинаның жүзіндегі бір нәрсе оны тоқтатты. Сен қайдан келдің? Алыс емес жерлерден, түрмеден деп шынын айтты Валентина. Түсінікті. Әйел үнсіз қалды. Бір түн қон, ал ертең баспана ізде. Мен милиция шақырмаймын, бірақ ұзақ қалуға болмайды. Таңертең консьерж әйел Ангел атты панажайдың мекен жайын беріп, ыстық шаймен сыйлады. Шыда, қызым. Құдай төзімдіге бақ береді. Панажайда Валентинаны бірден ескертті. Ең көбі 3 күн. Содан кейін орынды басқаларға босату керек. Осы күндері ол жұмыс іздеп ондаған кеңселерді аралады. Барлық жерде паспорт, тіркеу, еңбек кітапшасын талап етті, ал оның қолында тек босату туралы анықтама ғана бар еді. Бұл құжат жұмыс берушілерді обадан бетер үркітетін. 4-ші күні көшеден нәпақа іздеуге тура келді. Шикізат қабылдау пунктінің қасында макулатура тиелген арбалар мен темір банкалары бар қаптар ұстаған адамдар жиналып қалыпты. Валентина картон қораптарды сұрыптап жатқан 2 ер адамға жақындады. Сіздерге қосылуға бола ма? 50 жастардағы ақылды жанары бар арықша келген ер адам оған бастан аяқ қарап шықты. Степаныч, менің атым. Ал бұл Калюня. Ол ескі былғары күртке киген жирен шашты адамды нұсқады. Сен әлгі жақтан емессің бе? Иә, сол жақтамын деп жасырмады Валентина. Не үшін отырдың? Өлтірмеген күйеуімді өлтірді деп айыптады. Степаныч оның көзіне бар тарихын оқып қойғандай мұқият қарады. Түсінікті. Ал Калюня, жолдасты ортамызға алайық па? Осы уақытқа дейін үнсіз тұрған Калюня кенет жұмсақ, зиялы дауыспен сөйлеп кетті. Степан Иванович, мүмкін алармыз. Жалғыз өзіне қиын болады. Күні бойы олар қоқыс жәшіктерін аралап, макулатура мен металл сынықтарын жинады. Кешке қарай әрқайсысы 30 рубльден табыс тапты, бұл нан мен сүтке жетті. Степаныч Валентинаны шеткері жердегі қараусыз қалған құрылыс вагоншасына алып келді. Әзірге осында тұра тұр. Жылы, құрғақ, қоқыста аз. Учаскелік полиция келмейді, оған бұл жерге келу еріншік. Вагоншаның іші ескі ағаш пен машина майының иісі аңқып тұр. Бұрышта темір пеш, буржуйка тұр. Қабырғаның қасында қолдан жасалған сәкілер. Валентина кереуеттің шетіне отырып, кенет жылап жіберді. Бостандыққа шыққаннан бері алғаш рет. Өзін аяғандан емес, оның өткенінен қорықпай, теріс айналмаған осы қарапайым адамдарға деген ризашылықтан жылады. Степаныч оның иығынан епсіз қақты. Ештеңе етпейді. Валентина, мен де бір кездері бәрі бітті деп ойлағанмын. Мемлекет мүлкін ұрлаған үшін отырып шықтым, заводтан саяжайыма тақтай алған едім, сөйтсем өмірі енді басталып жатыр екен. Ең бастысы, мына дүниеге қатыгез болып кетпеу. Ал Калюня ма? Калюня бұрынғы физик, ғылым кандидаты, ажырасқан соң ішкілікке салынып, бәрінен айырылды. Бірақ жақсы адам, тек тілін таба білу керек. Түнде Валентина қатты сәкіде жатып темір шатырды сабалаған жаңбырдың үнін тыңдады. Әлем оны салқын қарсы алды, үйінен, жұмысынан, тіпті паспортынан айырды.
Бірақ ештеңе дәметпей көмек қолын созған адамдар табылды. Осы үлкен қаланың бір жерінде оның 7 жыл өмірін ұрлаған адам тұрып жатыр. Ол Валентинадан тартып алған бостандықтың рахатын көруде. Валентина жұдырығын түйді. Ол өзінің кінәсіздігін дәлелдейтін жолды табады. Міндетті түрде табады. Мамыр айы байқатпай келіп, қаланы жас жапырақтардың жылуына бөледі. Үйге айналған құрылыс вагоншасында жылыған ағаш пен қабырғадағы саңлаулардан кірген таза ауаның иісі сезіледі. Валентина күннің алғашқы сәулесімен оянатын. Түрмедегі әдет, бір ай бостандықта жүріп одан арылу мүмкін емес. Ең алдымен мінәжат. Ол кеуде қалтасынан Николая Чудотворецтің тозығы жеткен қағаз иконасын шығаратын. Бостандыққа шығар алдында камералас құрбысы Вераның берген сыйы. Жиі ұстағаннан икона қарайып шеттері мүжілген, бірақ әулиенің жүзі сабырлы әрі даналықпен қарап тұрғандай. «Уа, жаратушы ием!» деп күбірлейтін Валентина, шеге салынған жәшіктен жасалған қолданбалы иконостас алдында тізе бүгіп. Дұға сөздері таңертеңгі жүрекке тыныштық сыйлап, үйреншікті қалыппен ағатын. Темір тордың ар жағында ол күнде дұға қылды, керемет емес, осы сынаққа төтеп беретін күш сұрайтын. Қазірде соны сұрады, тек ендігі сынақтың аты бостандық еді. Мінәжаттан соң кешегі нанның қалдығымен темір кружкаға демделген шаймен таңғы ас ішеді. Содан кейін жұмыс. Степаныч оған қаланы кітап сияқты оқуды үйретті. Алюминий банкаларды қайдан іздеу керек, картонды қай жерге тастайды, кеңсе орталықтарын қай уақытта аралаған дұрыс. Ең бастысы, ұялмау керек деп үйретті ол алғаш рет кәсіпке шыққанда. Сен ұрлап жатқан жоқсың, сен адамдарға керек емес нәрсені тазалап жатсың. Бұл адал еңбек. Бір ай ішінде Валентина металдың сорттарын ажыратуды, макулатураның сапасын анықтауды, қабылдаушылармен саудаласуды үйреніп алды. Күніне 30-50 рубль. Бұл нанға, сүтке және жармаға жететін. Кейде ірімшік немесе алма сатып алудың сәті түсетін. Калюня күтпеген серік болып шықты. Ол ішпеген кезде мүлдем басқа адам еді. Ақылды, биязы, энциклопедиялық білімі бар. Валентинаға ұялы телефондардың қалай жұмыс істейтінін түсіндіріп, ол түрмеде отырғанда пайда болған жаңа технологиялар туралы айтып беретін. Елестетші, Валентина, қазір телефонмен видео түсіруге болады. Сапасы онша емес, бірақ бәрібір 10 жылдан кейін, бәлкім, бәрі қалтасында камерамен жүретін болады. Сол бір мамыр күні олар Садовое кольцодағы жаңа кеңсе орталығын 97 жылы болмаған шыны мұнараны аралап жүрген. Қызметтік кіреберістің қасында қоқыс контейнерлері тұрды. Степаныч біреуін ақтарып, картон қораптарды іріктеп жатты. Калюня екіншісін тексерді. Валентина Романовна, қараңызшы, деп шақырды Калюня. Мұнда біреу телефон тастап кетіпті. Ол жақындап барып, кеңсе қағаздарының арасынан былғары қаптағы қара түсті батырмалы аппаратты көрді. Корпусында Siemens деген жазу бар. Телефон қымбат, дерлік жаңа көрінді. Ол істей ме? деп сұрады Валентина. Калюня аппаратты қолына алып, қосу батырмасын басты. Экран қараңғы күйде қалды. Батареясы отырып қалған. Бірақ қуаттаса ше. Степаныч желкесін қасып, ойланып қалды. Менің бір қазандықта, котельная, ұялы телефонның қуаттағышына ұқсайтын бау көзіме түскен, соны тексеріп көруге болады. Ол алыс емес, полянкадағы ескі үйдегі қараусыз қалған қазандық. Электр жарығы әлі қосулы, есептегіш мөрленбеген. Қатты суық болғанда мен кейде сонда қонамын. 2 сағаттан кейін олар сызбен ескі көмірдің иісі шығатын қараңғылау қазандықта отырды. Степаныч қуаттағышты тез тауып, табылған телефонға қосты. Телефонның экраны жылт етіп, жасыл түспен жанды. Үшеуі де көріпкелдің хрусталь шарына үңілгендей жақын келді. Жұмыс істеп тұр, деп қуанды Калюня. Қараңыздар, мұнда видео жазбалар бар екен. Ол бейтаныс мәзірді зерттеп, батырмаларды епсіз баса бастады. Валентина экранға салқын қанды қарап тұрды. Біреудің видеосында несі бар? Бірақ Калюня алғашқы файлды қосқанда оның жүрегі дір ете түсті. Кішкентай экранда таныс жүз пайда болды. Михаил оның өлтірді деп айыпталған күйеуі, тірі, күлімсіреп, қымбат тон киген ұзын бойлы сары әйелді құшақтап тұр. Махаббатымызға 2 жыл болды, деді ол әйелдің бетінен сүйіп.
Бәрі қалай басталғаны есіңде ме? Сен ол кезде әйелім бірдеңе сезіп қояма деп қорыққан едің. Валентина телефонды дірілдеген қолымен мықтап ұстап алды. Экранның төменгі жағында күн реті жарқырап тұр. 15 наурыз 2004 жыл. Бар болғаны бір ай бұрын. Кадрда Метрополь қонақ үйінің таныс бағаналары жылт етіп көрінді. Валентина, саған не болды? Деп Степаныч шошып сұрады. Ол жауап бере алмады. Тамағына ыстық көмір тығылғандай тынысы тарылды. Михаил тірі. Тірі әрі сау көңілдесімен кездесіп, қарым-қатынас мерейтойын тойлап жүр, ал Валентина оның өлімі үшін 7 жыл түрмеде отырды. Бұл менің күйеуім деп сыбырлады ол. Мен оны өлтірді деп айыпталған адам осы, ол мені. Степанычтың өңі бозарып, бірден есін жиды. Ем-ай, сонда қалай, ол сені ұстап берген бе? Валентина жасын ірікпей жылап жіберді. Өлімін қолдан жасап, жасырынып қалған, ал мені соттады. Мен бәріне кінәсіз екенімді айттым, бірақ ешкім сенбеді. Степаныч үнсіз оны иығынан құшақтады. 1 минуттай судың тамшылаған дыбысын тыңдап, үнсіз отырды. Бұл айғақ қой, деді Калюня ақырын. Күні, жері, оның түрі. Ол тірі болса, демек кісі өлімі болмаған. Бірақ сотта сене ме? Валентина көз жасын қолының сыртымен сүртті. Видео қолдан жасалған деуі мүмкін. Жоқ, деді Калюня экранды мұқият зерттеп. Көрдің бе, мұнда тек күн реті ғана емес, геолокация да бар. GPS координаттары, түсірілген жері. 2004 жылы мұндайды қолдан жасау мүмкін емес. Оның үстіне сапасы, монтаж жасауға тым нашар. Мұндай әуесқой видеоны біреу не үшін қолдан жасайды? Валентина экранға қайта қарады. Михаил сары әйелге бір хикаяны айтып күліп жатты. Сол дауыс, сол қимылдар, сол жақ құлағының қасындағы қалы. Тек олардың соңғы бірге болған кешіне қарағанда жасырақ әрі көңілді көрінеді. Білесіңдер ме? Степаныч орнынан тұрып, қазандықтың ішінде ары-бері жүре бастады. Бұл кездейсоқтық емес. Бұл жоғарыдан келген белгі. Құдай адамға күші жетпейтін сынақ бермейді. Саған осы айғақты жіберген екен, демек әділдікті қалпына келтіретін уақыт келді. Бірақ қалай? Валентина өзін таудың алдындағы құмырсқадай сезінді. Кім мені тыңдайды? Мен бұрынғы зекпін, ал ол қазір жаңа құжаттар жасап, жаңа өмір бастап алған шығар. Прокуратураға бару керек, деді Калюня нық сеніммен. Осы телефонмен. Күн ретіне түсірілген жеріне қарасын. Бұл бұлжытпас аргумент. Келісемін, деп қолдады Степаныч. Тек абайлап. Телефонды сақтау керек, видеоны көшіріп алу керек, тауып алған кездегі куәгерлерді табу керек. Мен бұны қоқыс контейнерінен бірге тапқанымызды растауға дайынмын. Мен де, деп қосты Калюня. Оның үстіне мен техникалық жағын түсіндіре аламын. Күн реті қалай жазылады, неге видеоны артқы күнмен қолдан жасауға болмайды? Валентина қолында қысып ұстап тұрған Николая Чудотворецтің иконасына тағы қарады. Жазықсыз сотталғандардың қамқоршысы, оған қағаз суреттен сабырмен және демеу бергендей қарап тұрды. Уа, жаратушы ием, деп күбірледі ол. Осы белгі үшін рахмет. Соңына дейін баруға күш бер. Кешке вагоншада олар телефондағы барлық видеоларды тағы бір рет қарап шықты. Метрополь қасындағы роликпен бірге тағы бірнеше жазба бар екен. Михаил әлгі әйелмен мейрамханада, бір пәтерде, саяжайда. Барлық жерде 2003-2004 жылдардың күні тұр. Ол түрмеде шіріп жатқанда күйеуінің жүргізген параллель өмірі. Ертең прокуратураға барасың ба? Деп сұрады Степаныч. Барамын, деп нық жауап берді Валентина. Бұрыш-бұрышта тығылып жүргенім жетер. Шындықты бәріне айтатын кез келді. Ол телефонды жастығының астына тығып, мұның бәрі түс болып шыға ма деп қорқып ұйықтады. Бірақ жоқ, табылған зат та, видеода шынайы еді. 6 жылдан кейін алғаш рет оның бойында нағыз үміт пайда болды. Терезе сыртында ағаштар сыбдырлап, алыстан түнгі қаланың шуы естіледі. Валентина көзін жұмып, адамды ақиқатқа жетелейтін тылсым жолдар үшін Құдайға іштей алғыс айтты. Ертең жаңа өмір басталады, өз абыройын қорғайтын өмір.
Таңғы Мәскеу Валентинаны трамвай шуы мен көше иісімен қарсы алды. Ол қолындағы телефонды өзінің кінәсіздігінің жалғыз дәлелін мықтап ұстап, прокуратураға қарай бет алды. Әр қадамы басында жаңғырып тұрды. Жүрегі сондай қатты соқты, оны тіпті өтіп бара жатқан адамдар еститіндей көрінді. Жолға 1 сағаттан астам уақыт кетті. Көлікке ақша үнемдеуге тура келді. Валентина таныс көшелермен жүре отырып, еріксіз өткенге бұрынғы сотталған әйел емес, жақсы, зиялы отбасынан шыққан Валентина Романовна Осташева болған кезіне ойша оралды. Балалық шағы Замоскворечьедегі сол бір зәулім үйде өткен еді, қазір онда бөтен адамдар тұрады. Әкесі Роман Николаевич Москипротранс мекемесінде көпір салушы инженер болып істейтін. Ұзын бойлы, сызбалардың үстінде отыра бергендіктен сәл еңкіштеу келген ол үйге кеш келетін, бірақ әрқашан қызымен кітаптар, тарих пен өмір туралы сөйлесуге уақыт табатын. Валюша дейтін ол көпірлердің схемасын көрсетіп, мына тіреуді көрдің бе? Бұл құрылымның ең маңызды бөлігі. Егер ол мықты болса, көпір ғасырлар бойы тұрады, ал егер негізі шірісе, бәрі құлайды. Өмірде де солай, ең бастысы, мықты негіз, фундамент. Анасы Евгения Петровна 42 мектепте орыс тілі мен әдебиетінен сабақ беретін. Кішкентай, нәзік, жанары жайнаған жан еді. Ол қарапайым нәрселерден сұлулықты көре білетін. Валентинаға Пушкин мен Лермонтовты оқып беретін, театрларға апаратын, нағыз өнерді бағалауды үйрететін. Отбасының ерекше мақтанышы арғы әжесі Александра Васильевнадан қалған Павлово Посад шәлілерінің коллекциясы еді. Сек ғасырдың 15 шәлісі, әрқайсысы өнер туындысы. Валентина анасының оларды балқарағайдан жасалған сандықтан қалай абайлап шығаратыны, үстел үстіне жайып салып, әр өрнектің тарихын айтып беретіні есінде. Мынау аққу ханшайым, қарашы, аққулары қандай нәзік. Ал мынау орыс қысы. Шеберлер әр қар бүршігін қолмен салған. Сенің арғы әжең Волконскийлердің дворяндық әулетінен шыққан. Коллекцияны өмір бойы жинаған. Енді бұл біздің мұрамыз, Валюша. Оны сақта. Атасы Николай Романович зәулім үйді 25 жылы шетелге қашып бара жатқан дворяндардан сатып алған. Ол кезде халықтық ауыр өнеркәсіп комиссариатында істеп, жақсы жалақы алатын. Ол үйді пайда табу үшін емес, жай ғана үй ұнағандықтан, бағасы да өте арзан болғандықтан алған еді. Бұрынғы иелері жеңіл кетіп бара жатып, бәрін су тегінге сатқан. Атам бұл жерді үй емес, орыс тарихының бір бөлшегін сатып алдым дейтін деп еске алатын анасы. Мұнда кезінде Островский болған. Қонақ бөлмесінде жас Рахманинов рояльда ойнаған. Қабырғалар әдебиет туралы әңгімелер мен Ресей тағдыры туралы айтыстарды есінде сақтайды. Валентина кітаптар, музыка мен отбасылық жылулық атмосферасында өсті. Сабақты жақсы оқыды. Мектепті алтын медальмен бітірді. МУ-дың филология факультетіне емтихансыз түсті. 84 жылы қызыл дипломмен бітірді. Университеттен кейін Просвещение баспасына редактор болып жұмысқа орналасты. Жұмысы ұнайтын, әдебиет оқулықтарын редакциялайтын, кейде әдістемелік мақалалар жазатын. Әріптестері оны кәсібилігі мен адамгершілігі үшін сыйлайтын, бірақ жеке өмірі қалыптаспады. Студенттік жылдары сезімдер болды, бірақ ешқайсысы байсалды қарым-қатынасқа ұласпады. 30-дан асқан соң танысу қиындай түсті. Жақсы еркектердің бәрі үйленген, ал бостары көбіне жеңілтек немесе қызықсыз болып шығатын. Атанасы қысым жасамағанымен, Валентина анасының көзінен тыныш мұңды байқайтын. Евгения Петровна немерелерін армандайтын, оларға ертегі оқып беретінін, қуыршақтарына көйлек тігетінін елестететін. Бірақ уақыт өтіп жатты, қызы жалғыз қалды. 91 жылы атанасы Ярославль тасжолында көлік апатынан қайтыс болды. Әкесі анасын ауруханаға апарып бара жатқан еді, оның жүрегі ұстап қалған болатын. Мұздақ жолда үлкен жүк көлігі олардың Жигулиін соқты. Екеуі де сол сәтте көз жұмды. Валентина оларды Новодевичье зиратына атасының қасына жерледі. Басына жаңа ғана үйілген молалардың қасында тұрып, өзі 28-де болса да, тұлдыр жетім қалған баладай сезінді. Зәулім үй қаңырап бос қалды. Шәлілер коллекциясы сандықта ешкімге керексіз сұлулық болып жатты. Дәл сол кезде 92 жылдың жазында ол Михаилмен танысты.
Измайлова саябағының қасындағы кооперативтік базардан әріптестеріне сыйлық, матрешкалар мен басқа да кәдесыйлар сатып алып жатқан. Қиын кезеңдер еді, баспада жалақы кешіктірілетін, үнемдеуге тура келетін. Михаил халықтық кәсіп бұйымдары сатылатын сөренің қасында тұрды. 34 жастардағы, сымбатты, жақсы киінген ер адам хохлома қасықтарын таңдап, сатушыдан бірдеңелерді сұрап жатты. Валентина еріксіз құлақ түрді. Маған шынайы бұйымдар керек дейтін ол. Менің Германиядағы серіктестерім орыс өнерін жақсы түсінеді. Жасанды нәрселер жарамайды. Сатушы бара осы дегендей қолын жайды. Михаил ренжіп күрсінді де, кетпекші болды. Валентина өзін не итермелегенін түсінбей, өзі жақындады. Кешіріңіз, мен кездейсоқ естіп қалдым. Сіз нағыз орыс кәсіп бұйымдарын іздеп жүрсіз бе? Ол бұрылып, жылы әрі тартымды жымиды. Иә, бірақ мына жердің бәрі арзан қол бұйымдар. Ол қолын ұсынды. Михаил Берестов. Ал сіз көне мұраларды, антиквариат түсінесіз бе? Валентина Осташева. Біраз түсінемін. Менің үйімде арғы әжемнен қалған кісек ғасырдың Павлова Посад шәлілерінің коллекциясы бар. Оның көздері шынайы қызығушылықтан жанып кетті. Павлова Посад. Бұл кез келген коллекционердің арманы ғой. Көруге бола ма? Түсінесіз бе, мен дәл қазір орыс антиквариатын Еуропаға экспорттаумен айналысуды жоспарлап жүрмін. Ол жақта шынайы заттарға сұраныс өте жоғары. Бәрі осылай басталды. Михаил бір аптадан кейін ақ раушандармен бір қорап конфет ұстап қонаққа келді. Шәлілерді маман сияқты зерттеп, суреттерінің сапасына тамсанып, орыс өнерін экспорттайтын компания құру жоспарлары туралы айтты. Елестетіп көріңізші, Валентина. Германияда мұндай бір шәлі мыңдаған марка тұрады, ал бізде оларды ешкім бағаламайды. Нағыз тағылық. Еуропаға нағыз орыс сұлулығын көрсету керек. Ол өте тартымды, білімді, әдемі сөйлей білетін. Шетелге сапарлары, іскерлік жоспарлары, орыс мәдениетіне деген сүйіспеншілігі туралы айтатын. Валентина оған арбалып тыңдайтын. Оның жалғыздыққа толы өміріне оның қызығушылықтарын бөлісетін, отбасылық мұраның құндылығын түсінетін ер адам кіріп келді. Ол өте көркем түрде көңіл аулады. Театрларға, мейрамханаларға апарды, гүл сыйлады, бірге болатын болашақтары туралы, бизнесті қалай бірге дамытатыны, орыс өнерінің қазынасын адамдарға көрсетіп әлемді қалай шарлайтыны туралы айтатын. Сен менің музам боласың деп сыбырлайтын ол қолынан сүйіп. Біз бірге сұлулық империясын құрамыз. Сенің коллекцияң негізі, ал менің іскерлік түйсігім оны әлемге паш етуге көмектеседі. Валентина оның әр сөзіне сенді. Жалғыздықпен жоғалтулардан кейін оның назары тағдырдың сыйындай көрінді. Ол тек оған ғана емес, ол салған болашаққа да ғашық болды. Ол болашақта оның шәлілері шетелдегі орыс өнерінің мақтанышына айналуы тиіс еді. Тек жылдар өткен соң, түрме мен қорлықты көргеннен кейін ғана ол оның өз торын қалай шебер өргенін түсінді. Әрбір мақтау, әрбір уәде оның сақтығын ұйықтату үшін есептелген еді. Басынан ақ ол әйелді емес, коллекцияны, зәулім үйді, бүкіл отбасылық мұраны аңдыған еді. Валентина прокуратура ғимаратының алдында тоқтап, терең тыныс алды. Қалтасында оның өтірігінің айғағы телефон жатыр. Тіпті сот оның өліміне сеніп қалғандай шебер кейіп танытқан бұл адам туралы шындықты айтатын уақыт келді. Ал Валентина Романовна деп күбірледі ол өз-өзіне. Кеткен есені қайтаратын кез келді. Прокуратура сатыларымен көтеріліп бара жатып, Валентина қайғы моншақтарын тізгендей, өткенді тағы да ақтара берді. Әрбір естелік жүрегін сыздатып ауыртты, бірақ ол өзін еске түсіруге мәжбүрледі. Оның апатқа апарар жолы дәл қай жерден басталғанын түсіну керек еді. Базардағы таныстықтан кейін Михаил оның өмірінде жиі пайда бола бастады. Күнде телефон соғатын, театрға, сол кездері Мәскеуде жаңадан ашылып жатқан националь, славянский базар, тіпті бір кешкі астың құны оның бір айлық жалақысына тең келетін Тверской бульварындағы әйгілі Пушкинге шақыратын. Ақша айналымда болуы керек дейтін ол қымбат шарапқа тапсырыс беріп жатып. Менде қазір сәтті кезең. Гамбургтегі серіктестер тауардың алғашқы партиясына аванс аударды. Жақында біз миллионер боламыз, Валюша. Оның өзіне деген сенімділігі адамды баурап алатын.
Сол бір аласапыран жылдары көбісі жоқ жерден дәулет жинап, бәрін сатып, чемодандармен шетелге тасып жататын. Неге орыс антиквариаты алтын кеніне айналмасқа? 93 жылдың қаңтарында достарының арасында қарапайым ғана үйлену тойын өткізді. Михаил оның өз тегінде фамилиясында қалуын талап етті. Түсінесің бе, Валюша, еуропалық бизнес үшін отбасының тарихы маңызды. Осташева бұл дерлік дворяндардың әулеті. Ал Берестов тым қарапайым естіледі. Клиенттер ақсүйектікті сезінуі керек. Бұл қисынға сыйымды көрінді. Валентина жыртқышқа отбасылық сейфтің кілтін беріп жатқанын сезбей келісе салды. Үйленген соң зәулім үйге қоныстанды. Михаил әр бөлмені тамсана зерттеп, әр заттың тарихына қызығатын. Әсіресе оны үйдің және коллекцияның құжаттары қызықтырды. Ол шәлілердің шығу тегі туралы анықтамаларды, сарапшылардың бағалауын зерттеп, папкалардың үстінде сағаттап отыратын. Бәрін дұрыс ресімдеу керек деп түсіндіретін ол. Экспорт үшін мәдени құндылығы туралы анықтамалар, мәдениет министрлігінің рұқсаттары керек, бюрократия көп, бірақ онсыз болмайды. Некелескен алғашқы 2 жыл айында өтті. Михаил оны қамқорлыққа бөліп, сыйлықтар беріп, жоспарлар құратын, неміс коллекционерлерімен келіссөздер туралы айтып, әлеуетті сатып алушылардан келген хаттарды көрсететін. Бәрі де салмақты әрі болашағы зор болып көрінетін. Жалғыз ғана бақытқа көлеңке түсіргені бала болмады. Дәрігерлер ештеңе түсіне алмады. Екеуінің де анализдері өте жақсы, ешқандай кінәрат жоқ, бірақ жүктілік болмайды. Михаил оны жұбатып, асықпауға шақыратын. Мүмкін бұл жақсылыққа шығар дейтін ол. Алдымен істі жолға қойайық, содан кейін отбасымен айналысамыз. Балалар толық берілуді талап етеді, ал бізде қазір жауапты кезең. Ол тіпті оған дәрумендер, әйелдер денсаулығына арналған қымбат шетелдік таблеткалар сатып алып беретін. Валентина ағзасы нығайып, оларға мұрагер сыйлайды деген үмітпен оларды мойынсұна шетін. Тек жылдар өткен соң түрме емханасындағы гинеколог дәрігерден ол сұмдық шындықты білді. Оның некеде болған кездегі белгілері ұзақ уақыт бойы жүктілікке қарсы дәрілерді, противозачаточный, жүйелі түрде қабылдағанға тән екен. Михаил жүктілікті болдырмау үшін оған гормондарды қосып беріп отырған. Оған бала керек емес еді, тек мүлік қана керек болған. Алғашқы күдік оның бойында 95 жылы пайда болды. Михаил іскерлік кездесулерді сылтауратып, үйге кеш келетін болды. Келгенде үстінен бөтен әтір иісі шығып тұратын, телефонмен сыбырлап сөйлесетін, әйелі көрінгенде қоңырауды жылдам өшіріп тастайтын. Жұмыс, Валюша деп құтылатын ол. Жаңа серіктестермен келіссөздер. Олар салмақты адамдар. Құпиялылық бәрінен жоғары. Бірақ әйел жүрегі өтірікті сезетін. Валентина бақылай бастады. Оның пиджак қалталарынан 2 адамға арналған мейрамхана чектерін, әйел есімдері жазылған жазбаларды, бөтен далап иісі шығатын сағыздарды тауып алатын болды. Бизнесте тоқырап қалды. Уәде етілген тауар тасымалы кейінге шегеріле берді. Неміс серіктестері кенеттен хабарсыз кетті, хаттар келмеді. Сұрақтарға Михаил бұлыңғыр жауап беретін. Еуропада дағдарыс, сатып алу қабілеті төмендеді, бірақ бұл уақытша. Жақында бәрі реттеледі. 97 жылы Валентина оның жаңа ұялы телефонынан кездейсоқ сімісті көріп қалды. Михаил телефонды ас үй үстеліне тастап, өзі душқа кеткен еді. Экранда Лика есімді біреуден келген хат жарқырап тұрды. Миша, жаным, мына мәселеден қашан құтыламыз? Тығылып жүруден шаршадым. Валентина дірілдеген қолымен хаттарды парақтады. Оқығандары оның әлемін асты үстіне шығарды. Жоспар іске асады, кәрі әйел жақында жоғалады деп жазыпты Михаил. Бәрі дайын, тек қолайлы сәтті күту қалды. Ақша нақты бола ма? Деп сұрапты Лика. Үйдің өзі $500 000 тұрады. Оған коллекцияны қос. Нағыз адамдарша өмір сүретін боламыз, балақай. Қашан әрекет едесің? Жақында. Шыда, жаным. Валентина соңына дейін әрең оқыды. Қолы сондай қатты дірілдегеннен телефон түсіп кете жаздады. Демек, осы уақыт бойы ол әйелін өлтіруді жоспарлап келген. Барлық осы махаббатқа, қамқорлыққа, бірлескен жоспарларға толы жылдардың бәрі өтірік. Ол телефонды орнына қойып, үйден қашып шықты.
Бірнеше сағат бойы Мәскеуді кезіп, оқығандарын қорытуға тырысты. Іштей бәрі үзіліп кеткендей болды. Үйге Михаил ұйықтап жатқанда кеш оралды. Оның қасына жатып, түні бойы оның тынысына құлақ түріп төбеге қарап жатты. Таңертең таңғы ас кезінде ол әдеттегідей жылы жүзді, қамқор болды. Валюша, өңің бозарып кетіпті. Ауырып қалған жоқсың ба? Жоқ, жай ғана нашар ұйықтадым. Мүмкін дәрігерге барарсың. Немесе демалысқа барамыз ба? Мен Сочиге жолдама қарастырып жүрмін. Ол басын изеп, әңгімені қолдады, бірақ іші мұздап кетті. Бұл адам оның өлімін жоспарлап отырып, қалайша жайбарақат демалысты талқылай алады. Валентина ажырасуға өтініш беруді ұйғарды. Жасырын түрде адвокатқа барып, құжаттарды рәсімдей бастады, бірақ үлгермеді. Михаил оның алдын орап кетті. Шешуші кеш қазан айының соңында болды. Михаил үйге бір құшақ раушан мен бір бөтелке француз шампанын алып келді. Бізде мереке, Валюша. Немістер ақыра бірінші партияға келісім берді. Келісім шартқа қол қойылды. Ақша бір аптадан кейін түседі. Ол ерекше көңілді болды. Оны құшақтап, бөлме ішінде шыр айналдырды, шампанды ашып, бокалдарға құйды. Біз үшін, жаным, біздің бақытты болашағымыз үшін. Валентина бокалды көтерді, бірақ ішпеді. Оның көзіндегі бір нәрсе сезіктендірді. Тым жарқыраған жанар, тым кең күлкі. Миша, келісім шартты көрсетші. Қызық болып тұр. Ертең көрсетемін. Ол кеңседе қалды. Ал қазір жай ғана қуанайық. Ол өз бокалын бірдеммен ішіп салды да, оны асықтырды. Валентина шампаннан аздап ұрттап еді, бір түрлі ашы, темір дәмін сезді. Байқатпай шарапты гүл салынған құмыраға төге салды. Миша, мен әжетханаға барып келейін. Әрине, жаным. Жуынатын бөлмеде ол құсып тастап, содан кейін аузын ұзақ шайды. Жүрегі атқақтап соқты, демек, сәт туды. Бүгін ол оны өлтіруге әрекет жасайды. Қонақ бөлмесіне оралды. Михаил терезенің алдында тұрып, телефонмен сөйлесіп жатты. Иә, бәрі жоспар бойынша. Жарты сағаттан кейін бе? Жоқ, ол ештеңе сезіп тұрған жоқ. Оны көрген бойда телефонды жылдам өшіре салды. Бұл серіктестерім хабарласқан еді, келісім шарттың егжей-тегжейін нақтылап жатыр. Валентина креслоға отырып, басы айналып жатқандай кейіп танытты. Маған бір түрлі жаман болып тұр. Мүмкін, шампаннан шығар. Жата тұр, жаным, қазір өтіп кетеді. Ол есінен танып бара жатқандай көзін жұмды. Михаил жақындап келіп, үстіне еңкейді. Қолында өткір бірдеңе жылт етті, ас үй пышағы. Қош бол, Валюша, деп сыбырлады ол. Өкпелеме. Соңғы сәтте Валентина кілт шегініп кетті. Пышақ оның қолын тіліп өтіп, терең жарақат қалдырды. Михаил сүрініп, құлап қалды. Валентина үйден атып шығып, көршілеріне қарай жүгірді. Әрі қарай бәрі қорқынышты түсті үй болды. Милиция, тергеушілер, куәгерлер. Көршілері Валентинаның қолы қан-қан болып үйден жүгіріп шыққанын көргендерін айтып, куәлік берді. Үйден оның саусақ іздері мен қан іздері бар пышақ табылды, ал Михаил жоқ еді. Оның анасы Нина Сергеевна егіліп жылап, тергеушілерге ұлының телефон соққанын, әйелінің озбырлығына шағымданғанын айтты. Олардың ұрыс-керісін естідік дейтін жалған куәгерлер пайда болды. Криминалист сарапшы үйден алысудың іздерін тапты, бірақ Михаилдың өзі табылмады. Ал бір айдан соң Мәскеу өзенінен құжатсыз, танымастай болып бұзылған ер адамның мәйітін тауып алды. Сараптама бұл Михаил берестіп болуы мүмкін екенін көрсетті. Валентина бұл операцияның қаншалықты мұқият дайындалғанын енді ғана түсінді. Мәйітті мәйітханадан алған болуы керек, ал куәгерлер жалған куәлік үшін ақша алған. Сол бір аласапыран 90-шы жылдары тергеушіні немесе сарапшыны сатып алу техникалық мәселе ғана еді, ал ол, сенгіш, аңқау әйел, отқа ұшқан көбелектей осы тұзаққа түсті. Михаил оның психологиясын зерттеп, оның қатыгездікке бара алмайтынын, махаббатқа сенетінін және алданатынын білді. Мінсіз жоспарланған қылмыс үшін мінсіз құрбан. Валентина прокуратураның алдында тоқтап қалды. Қалтасындағы оның өтірігін дәлелдейтін телефон ыстық шоқтай болып сезілді. Әділдік үшін күресті бастайтын уақыт келді. Бұл оның өміріндегі соңғы күрес болуы мүмкін еді.
Ауданаралық прокуратураның дәліздерінен мемлекеттік бояу мен ескі қағаз иісі шығады. Валентина қатты орындықта бағалы телефонын қысып ұстап қабылдауды күтіп отырды. Жүрегі сондай қатты соқты, оны айналадан өтіп бара жатқандардың бәрі еститіндей көрінді. «Осташева Валентина Романовна», деді шаршаңқы дауыс. «Кіріңіз». Үстел басында шашына ақ түскен сұр көзді 50 жастардағы ер адам отырды. Бейджигінде Сергачев Василий Андреевич, аға тергеуші деп жазылыпты. «Отырыңыз», ол қарсы алдындағы орындықты нұсқады. «Кезекші прокурор маған сіздің өтінішіңізді берді. 98 жылғы іс, күйеуіңізді өлтірді деген айып. Бірден айтайын, заңды күшіне енген үкімдерді біз тек жаңа айғақтар болғанда ғана қайта қарай аламыз». Валентина телефонын шығарып үстел үстіне қойды. «Менде айғақ бар. Осы жылдың наурыз айында түсірілген видео жазба. Мұнда мен 7 жыл бұрын өлтірді деп айыпталған күйеуім бейнеленген». Василий Андреевич мысқылмен күлді. «Азаматша Осташева, ақталуға тырысқан ниетіңізді түсінемін, бірақ сот ойыншық емес. Түрлі құжаттармен үкімге шағымдануға қаншама талпыныс болды». «Қараңшы», деді Валентина нық дауыспен. «Тек қараңшы». Сергачев телефонды еріксіз алып, видеоны қосты. Экранда Михаилдың тірі, күлімсіреген бейнесі пайда болды. Ол метропольдің кіреберісінде сары шашты әйелді құшақтап тұр. Тергеуші қабағын түйіп, жазбаны тағы бір рет көрді, күнін мұқият зерттеді. «Мұны қайдан алдыңыз?» «Қоқыс контейнерінен тауып алдым. Менде табылған сәтке куәгерлер бар, маған макулатура жинауға көмектескен 2 адам». Василий Андреевич креслосына сүйеніп кеңсірігін уқалады. Оның көзіндегі күдік кәсіби қызығушылыққа ауысты. «Бұл аздық етеді. Видеоны монтаждауы мүмкін, күнін өзгертуі мүмкін. Олай болса, сараптама жүргізіңіз», деп берілмеді Валентина. «Мен кез келген тексеріске дайынмын». Сергачев ұзақ уақыт үнсіз қалып, оның жүзіне қарады. Содан кейін кенеттен: «Күйеуіңіз туралы айтып беріңізші. Аты кім еді, қайда жұмыс істеді, қалай киінетін?» деп сұрады. Валентина Михаилды, оның әдеттерін, сөйлеу мәнерін, сол жақ құлағының қасындағы қалын, бала кездегі жарақатынан қалған алақандағы тыртықты егжей-тегжейлі сипаттап берді. Сергачев мұқият тыңдап, кейде нақтылайтын сұрақтар қойды. «Білесіз бе», деді ол ақыры, «сіз не гениалды актрисасыз, не шындықты айтып тұрсыз. Ал мен 30 жылдық жұмысымда бірін екіншісінен ажыратуды үйрендім». Ол орнынан тұрып, терезеге жақындады. Терезенің арғы жағында сұр шатырлар мен балалар футбол ойнап жатқан бос алаң көрінеді. «Менде де әділетсіздік туралы бір хикая бар», деді ол ақырын. «Әйелім 98 жылы соқыр ішектен, аппендицит, қайтыс болды. Кәдімгі соқыр ішек, түсінесіз бе? Аудандық ауруханада отаға кезек 2 апта», деді. «Жеке клиникада бірден жасауға дайын болды, бірақ 50.000 рубль сұрады». Ол ойнап жатқан балаларға қарап үнсіз қалды. «Бізде ондай ақша болмады. Мен тергеушімін, бизнесмен емеспін. 2 апта критикалық емес деп ойладық. Қателестік». Перитоний 4 күнде дамып кетті. Валентина тамағына өксік тығылғанын сезді. «Кешіріңіз, қызым әлі күнге дейін мені кінәлайды», деп жалғастырды Сергачев. «Сен үшін жұмысың отбасыңнан маңызды. Басқалар сияқты пара алып, анамды құтқаруыңа болатын еді», дейді. Және ол бір жағынан дұрыс айтады. Жүйе кемелсіз, ал адалдық кейде адамды өлтіреді. Ол Валентинаға бұрылды. «Мен сіздің ісіңізді зерттеймін. Егер тергеуден заң бұзушылық тапсам, тексеру жүргізу туралы прокурорға рапорт беремін. Бірақ ескертемін, бұл процесс ұзақ, бюрократия көп». Келесі 2 апта азаппен өтті. Валентина күнде прокуратураға келетін, бірақ Сергачевтің қолы тимейтін. Ақыры ол оны тағы шақырды. «Рапорт берілді», деді ол, ешқандай алғы сөзсіз. Прокурор тексеруге келісім берді. «Міне, қаулы». Валентина ресми қағазды дірілдеген қолымен алды. «Бұл не деген сөз?» «Демек, бізде сіздің кінәсіздігіңізді дәлелдейтін жаңа айғақтар табуға, немесе ескі үкімнің дұрыстығын растауға 1 ай уақыт бар. Ал сіз не тауып үлгердіңіз?» Сергачев қалың папканы шығарды.
Сіздің ісіңіз 90-шы жылдардағы немқұрайлылықтың халтура үлгісі. Тергеу сылбыр жүргізілген. Сараптамалар формальды түрде өткен. Куәгерлердің айғақтары бір-біріне қайшы, кейбірі анық қолдан жасалған. Ол папканы ашып, суреттерді көрсетті. Міне, мысалы, пышақтағы қанға жүргізілген сараптама. Қорытынды заттай айғақ алынғаннан кейін 2 күннен соң жасалған. Сол жылдардағы технология бойынша кем дегенде 1 апта керек еді. Біреу қатты асыққан. Демек, сараптама жалған болуы әбден мүмкін. Бірақ оны дәлелдеу қиын. Сарапшы осыдан 3 жыл бұрын инфаркттен қайтыс болған. Сергачев тағы бірнеше бетті аударды. Куәгерлер де қызық. Сіздің күйеуіңізбен ұрыс керісіңізді естідім деген Петрова есімді азаматша соттан кейін бірден Америкаға көшіп кеткен. Сіздің үйден пышақпен жүгіріп шыққаныңызды көрген Иванов деген азамат көп жылғы өтілі бар нашақор болып шықты. Оның айғақтары негізінде назарға алынбауы керек еді. Ал істі жүргізген тергеуші полковник Зуев 2001 жылы өз еркімен жұмыстан кеткен. Парамен ұсталды деседі, бірақ істі жауып тастаған. Қазір супермаркетте күзетші болып істейді. Валентина тыңдап отырып, өз құлағына өзі сенбеді. Сонда бүкіл жүйе учаскелік полицейден бастап прокурорға дейін оған қарсы жұмыс істеген бе? Сонда бәрі пара алған ба? Бәрі емес, Сергачев басын шайқады. Жай ғана сол жылдары көбісі немқұрайлы жұмыс істейтін. Қылмыстың ашылу көрсеткіші ақиқаттан маңыздырақ болды. Мәйіт бар, күдікті бар, демек істі жабуға болады. Ол папканы жапты. Енді ең қиыны сіздің тірі күйеуіңізді табу. Мен жедел уәкілдерге тапсырма бердім. Бүкіл ел бойынша деректер базасын тексеріп жатырмыз. 1 аптадан соң нәтижелер келді. Іздеу бөлімінің майоры Родионов үстелге қағаздарды жайып салды. Ақпарат бар, деді ол. Ростов-на-Дону мен Краснодарда алаяқтық үшін Михаил Степанович Климов есімді біреу іздеуде жүр. Сыртқы белгілері сіздің күйеуіңіздің сипаттамасына сәйкес келеді. Валентина суретке қарады. Сапасы нашар болса да, бұл Михаил екені көрініп тұрды, қартайған, сақал қойған, бірақ нақ өзі. Тәсілі сол баяғы, деп жалғастырды майор. Жалғыз баста елдермен танысады, сеніміне кіреді, мүлкіне қол жеткізеді. Ростовта әскери зейнеткердің жесірін 200 рубльге тонап кеткен. Краснодарда қарт мұғалімнің пәтерін өз атына аударып алып, кейін жоғалып кеткен. Ал қазір ол қайда? Анықтадық. Подмосковьеде, Одинцово қаласында Алла Викторовна Серебрякова есімді біреумен тұрып жатыр. Жесір әйел 50 жаста. Күйеуі завод директорының орынбасары болған. Үй, машина, жинаған ақшасы бәрі ол жақсы көретіндей. Сергачев құжаттарды мұқият зерттеді. Қандай фамилиямен тұрып жатыр? Берестов. Паспорты сірә қолдан жасалған. Түсінікті. Демек, ол өз аңызын легенда соңына дейін өзгертпеген. Тергеуші ойланып қалды. Оны абайлап қолға түсіру керек. Егер үркітіп алсақ, қайта табу қиын болады. Не ұсынасыз? Бақылау жасау. Оның қазіргі әрекеттері бойынша айғақтар жинаймыз, содан кейін қылмыс үстінде ұстаймыз. Сонымен қатар видео жазбаға сараптама жүргіземіз. Бұл қолдан жасалмағанын ресми түрде растау керек. Валентина екі кәсіби маманның оның өмірін талқандаған адамды қалай ұстауды жоспарлап жатқанын тыңдап отырды. Көп жылдан бері алғаш рет ол әділдіктің орнауы мүмкін екенін сезінді. Қанша уақыт керек болады? 2-3 ай, деп жауап берді Сергачев. Асығуға болмайды. Кейін ешқандай кінәрат болмау үшін бәрін заң бойынша жасау керек. Ал егер ол қашып кетсе ше? Қашпайды. Ол өзін қол жетпес сезінеді. Валентина Осташева түрмеде отыр, іш жабық, жайбарақат өмір сүруге болады деп ойлайды. Мұндай қылмыскерлер тактикасын сирек өзгертеді. Ескісі іске асып тұрғанда оның не керегі бар? Кешкісін Валентина өз вагоншасына бара жатып, тағдырдың қалтарыстары туралы ойлады. 1 ай бұрын ол ешкім емес еді, құжаты да, қаражаты да жоқ, бұрынғы тұтқын еді. Ал енді мемлекеттік машина оның пайдасына жұмыс істей бастады. Бірақ ең бастысы, ол өзіне сенген адамды жолықтырды. Василий Андреевич те жүйенің кемелсіздігінен зардап шеккен,
бюрократия мен немқұрайлылықтың кесірінен әйелінен айырылған. Мүмкін сондықтан да ол Валентинаның хикаясынан өз қайғысының көрінісін көрген шығар. Вагоншада оны Степаныч пен Калюня кешкі асқа дайындалған картоп пен тушенкамен күтіп отыр екен. Ал прокуратурада іс қалай? Деп сұрады Степанович. Тексеруді бастады. Тергеуші жақсы адам болып шықты. Міне, тамаша, Калюня жымиды. Демек, шындық бәрібір жеңеді екен ғой. Шындық баяу жеңеді деп түзетті Валентина. Бірақ анық жеңеді. Ол Николай әулиенің иконасын шығарып, жіберілген көмек үшін ақырын алғыс айтты. Ақиқатқа апарар жол ұзақ әрі бұралаң болды, бірақ ол соңына дейін жететініне енді күмәнданбады. Тамыз айы күтумен баяу өтті. 3 айлық мұқият дайындық Валентинаның өмірін жедел уәкілдермен кездесуге, іс материалдарын зерттеуге және таусылмайтын процедураларға айналдырды. Василий Андреевич ешбір детальды жібермей әдіспен жұмыс істеді. Асығуға болмайды деп қайталайтын ол Валентина қобалжи бастағанда. Бір қателік кетсе, бәрі бекер болады. Оның жақсы адвокаты пайда болады да іс сотта шашылып қалады. Ең алдымен телефонды тыңдауға соттың санкциясын алды. Судья, шаршаңқы жанары бар егде әйел, материалдарды ұзақ зерттеді. Негіз бар, деді ол ақыры. 2 ай мерзімге тыңдауға рұқсат беремін. Бірақ есте сақтаңыздар, процедураның кез келген бұзылуы болса, айғақтар сотта қабылданбайды. Жедел уәкілдер аппаратураны орнатты. Майор Родионов нәтижелер туралы үнемі баяндап отырды. Қызық көрініс қалыптасып жатыр дейтін ол сөйлесулердің стенограммасын көрсетіп. Сіздің бұрынғы күйеуіңіз өзгермеген, Серебрякованың сеніміне кіріп алған, оның пәтерін өз атына аударуды жоспарлап жүр. Валентина стенограммаларды ауыр сезіммен оқыды. Сол баяғы интонация кезінде өзіне де қолданған сол баяғы тәсілдер. Алочка, жаным, түсінесің ғой, маған кепілдік керек дейді Михаил 15 тамыздағы жазбада. Мен бизнеске соңғы ақшамды салып жатырмын. Егер саған бірдеңе болса, мен дымсыз қаламын. Миша, бірақ өсиет, завещание. Бұл сондай қорқынышты естіледі деп жауап береді әйел. Қойшы, бұл жай ғана формальдылық. Сенің денсаулығың мықты, жассың. Есесіне мен біздің болашағымыз үшін тыныш боламын. Жылжымайтын мүлікке қатысты классикалық алаяқтық деп түсіндірді Сергачев. Әйелді аяйсың. Ол қартайғанда махаббатын таптым деп ойлап жүрген болар. Тамыздың соңында Михаил батыл қадамға бел буды. Петрович есімді біреумен сөйлескен сөзінен белгілі болғандай, ол Алла Викторовнаның өсиетін қолдан жасамақшы. Құжат түпнұсқадан ажыратқысыз болады деп сендірді Петрович. Қағазы лайықты, мөрі нақты. Тек иіс алмас, көнгіш, нотариус тап. Егер біреуі бас тартса, басқасын ізде. Ондай ақша үшін кез келгені келсе. Операция 3 қыркүйекке белгіленді. Михаил Арбаттағы нотариалдық кеңсеге жалған өсиетпен және $1 бума доллармен келді. Жедел уәкілдер көрші подъезде күтіп тұрды. Нотариус Елена Викторовна Самойлова принципшіл әйел болып шықты. Ол құжатты мұқият зерттеп, қол таңбалармен салыстырды. Жас жігіт, деді ол қатал дауыспен, бұл қолдан жасалған құжат, тіпті дөрекі жасалған десе де болады. Сіз мені жалған өсиетті бірінші рет көріп тұр деп ойлайсыз ба? Михаил бозарып кетіп көндіруге тырысты. Елена Викторовна, мүмкін қателесіп тұрған шығарсыз. Тағы бір рет қараңызшы. Мен милиция шақырамын деп кесіп айтты нотариус. Осы сәтте кеңсеге жедел уәкілдер кіріп келді. Михаил Степанович Корнеев, ол Берестов, ол Климов, деді майор Родионов. Сіз алаяқтық жасады деген күдікпен ұсталдыңыз. Михаил есікке қарай ұмтылды, бірақ оның жолын екінші жедел уәкіл бөгеп тастады. Ол қарсыласпады, сірә пайдасыз екенін түсінді. Қандай құқықпен? Деп сұрады ол, өз абыройын сақтауға тырысып. Менің адвокатым бар. Бөлімшеден хабарласасыз, деп жауап берді Родионов салқын қандылықпен, қолына кісен салып жатып. Одинцовадағы пәтерді тінту керемет нәтижелер берді. Жасырын орнынан Валентинаның коллекциясындағы 12 Павлова Посад шәлісі табылды. Олар балқарағай сандықта, жібек матаға оралған күйі жатыр екен, дәл анасы сақтағандай. Демек, сатпаған екен деп таңғалды Василий Андреевич.
қиын күнге заначка ретінде сақтап келген. Валентина қолына аққу ханшайым шәлісін алды. Анасы бала кезінде көрсеткен сол баяғы шәлі. Матадан әжесі шәлілердің арасына салып қоятын балқарағай мен лаванданың иісі әлі шығып тұр. Ол бәрібір әдемі заттарды жақсы көрген екен, деді ол ақырын. Мүмкін, іштей олардың құндылығын түсінген болар, немесе жай ғана ашкөздігі шығар, деді майор Родионов. Күндердің күнінде тиімді бағаға сатармын деп ойлаған. Беттестіру бір аптадан соң белгіленді. Валентина бұл кездесуге емтиханға дайындалғандай дайындалды. Оның құрбысы Галина, театр суретшісі, оны ретке келтіруге көмектесті. Валюша, сен лайықты көрінуің керек, деді ол шашын сәндей отырып. Мына оңбаған сенің сағың сынбағанын көрсін. Галина жақсы костюм, туфли, тіпті далап берді. Валентина айнаға қарап, өзін танымай қалды. Көп жылдан бері алғаш рет ол бұрынғы тұтқын емес, бұрынғы Валентина Романовна Осташева сияқты көрінді. Тергеу бөлмесі кішкентай әрі қапырық еді. Михаил үстел басында сенімді жүзді жас адвокатпен бірге отырды. Валентинаны көргенде ол бозарып кетіп, аруақ көргендей көзін тайдырды. «Мына адамды танисыз ба?» деп сұрады Сергачев. «Иә» деп нақ жауап берді Валентина. «Бұл менің бұрынғы күйеуім Михаил Корнеев, ол үйленген соң Берестов фамилиясын алған. Менің қорғалушым жауап беруге міндетті емес», деп адвокат араласты. «Жауап берсін», деді Михаил күтпеген жерден. «Үндемей қалғаным жетер». Ол басын көтеріп, Валентинаның көзіне қарады. Оның жанарынан шаршаумен бір үмітсіздік байқалды. «Иә, бұл менмін, Михаил Корнеев, 97 жылы өз өлімімді қолдан жасағамын». Адвокат селк ете түсіп, клиентін тоқтатуға тырысты, бірақ ол қолын сілтеді. «Мұны не үшін жасадыңыз?» деп сұрады Сергачев. Михаил сөз таппай біраз үнсіз қалды. «Сіздер түсінбейсіздер. Сіздер ауыздарында күміс қасықпен туылғандарсыңдар». Ол Валентинаға өкінішпен қарады. Мәскеудің орталығындағы зәулім үй. Антиквариат коллекциясы, білім. Ал мен коммуналдық пәтер, анам еден жуушы, әкемді танымаймын. Сіздер, байлар, біз сіздерге өмір бойы қызмет етуіміз керек деп ойлайсыздар. Бірақ мені не үшін ұстап бердің? деп сұрады Валентина. Ал менің басқа не амалым болды? Михаил бөгет бұзылғандай тез-тез сөйлей бастады. Жай ғана ажырасып, дымсыз қалу ма? Мен саған 5 жыл жұмыс істедім, сүйікті күйеудің рөлін ойнадым. Өз еңбегімді өтедім деп есепте. Ал коллекция ше? Оны неге ұрладың? Ұрлаған жоқпын, тиесілі затымды алдым. деп ол ашуланды. Сенің интеллигенттік паңдығыңды, высокомерие көтеру оңай болды дейсің бе? Миша, бұл ксв ғасыр, абайла. Миша, бұл музейлік құндылық. Үнемі сенің үйінде өзімді жабайы адамдай сезінетімін. Валентина тыңдап отырып таң қалды. Сөйтсе, ол Валентинаның мәдени мұраны қорғағанын паңдық деп, ал сұлулықты сақтағысы келгенін, қарапайым адамдарды менсінбеу деп түсінген екен. Анаңыз да бұл схемаға қатысты ма? деп сұрады Сергачев. Михаил басын төмен түсірді. Анам ба? Ол маған өмірден өз орнымды табуға көмектесіп жатырмын деп ойлады. Ескі партиялық байланыстарын пайдаланып тергеушімен келісті. Мен оған әйелім ажырасқысы келеді, және бүкіл мүлікті тартып алғысы келеді дедім. Ол сіздің тірі екеніңізді білді ме? Жоқ. Жалпылама түрде мені ажырасудан тығылып жүр деп ойлады. Анам қарапайым әйел, заңның егжей-тегжейін түсінбейді. Нина Сергеевнаны 1 сағаттан соң алып келді. Оңып кеткен пальто киген 70 жастағы әйел тоқтаусыз жылап жатты. Мишенька, құлыным, не істеп қойдың? деді ол. Мен сен үшін тырыстым ғой. Сен де адамдар сияқты өмір сүрсін дедім. Ұлыңыздың өз өлімін қолдан жасағанын білдіңіз бе? деп сұрады тергеуші. Жоқ, деп Нина Сергеевна егілді. Ол маған әйелім мені ренжітеді, үйден қуып шыққысы келеді деді. Мен біздің уақытта ажырасу қиын болатын, мүлікті бөлісу керек деп ойладым. Зуевпен келістім, ұлыма көмектесін дедім. Ал Зуев не істеуі керек еді? Білмеймін. Михаил үй менде қалатындай бәрін дұрыс ресімдеу керек деді.
Мен мұны заңды деп ойладым. Василий Андреевич жылап отырған кемпірге аяушылықпен қарады. Соқыр аналық махаббат оны қылмысқа қатысуға итермелеген. Нина Сергеевна, сіз өзіңіздің іс-әрекетіңіздің кесірінен жазықсыз әйелдің 7 жыл түрмеде отырғанын түсінесіз бе? Кемпір Валентинаға қорқа қарады. Кешір мені деп сыбырлады ол. Мен жамандық ойламадым. Мен Мишеньканікі дұрыс деп ойладым. Валентина кенет бұл әйелге деген ашуды емес, аяушылықты сезінді. Нина Сергеевна жалғыз ұлын өткен өмірден қалған ескі байланыстары арқылы өзі білетін жалғыз жолмен қорғауға тырысқан. Екеуінде сол күні тұтқындады. Михаил құпияның ашылғанына жеңілдеп қалғандай автозаққа сабырмен бет алды. Анасы болса: «Мен сен үшін тырыстым ғой, құлыным. Сен үшін», деп жылай берді. Кешкісін Василий Андреевич Валентинаны автобус аялдамасына дейін шығарып салды. Үнсіз жүрді, әркім өз оймен әлек. «Рахмет», деді ол ақыры. «Сіз болмасаңыз, мен ешқашан әділдікке қол жеткізе алмас едім. Бұл жұмысым», деді ол жай ғана. «Тек жұмыс қана емес. Маған да жүйенің адал жұмыс істей алатынын дәлелдеу маңызды болды». Олар аялдамада тоқтады. Кешкі Мәскеу айналада шулап жатыр. Көліктер, адамдар, өмір. «Ал енді не болады?» деп сұрады Валентина. «Сот болады. Реабилитация, мүлікті қайтару. Ұзаққа созылады, бірақ соңына дейін барамыз. Мен біз туралы айтып тұрмын». Василий Андреевич танысқан айлардан бері алғаш рет жымиды. «Ал біз туралы ма? Қызым сізді әкемнің ақшасына қызығып жүрген біреу деп ойлап жүр. Әкемді тағы бір әйел арбап алды дейді. Ал сіз оған не дейсіз? Менің өмірімде пайда болған әрбір әйел авантюристка емес. Кейде бұл жай ғана қиындыққа тап болған жақсы адам деймін». Автобус келді. Валентина терезенің алдына отырып, оған қолын бұлғады. Алдыда сот, құқықтарын қалпына келтіру, қалыпты өмірге оралу күтіп тұрды. Бірақ ең бастысы, әділдік ақыры орнады. Және оның өмірінде оған ешкім сенбеген кезде сенген адам пайда болды. Мүмкін бұл да әділдіктің бір түрі шығар, кешіп келген, бірақ маңызы кем емес әділдік. Қысқы сот тосынсыз өтті. Михаил алаяқтықпен айғақтарды қолдан жасаған үшін 8 жылға қатаң режимдегі колонияға сотталды. Оның анасы Нина Сергеевна жасымен өкінішін ескере отырып, 3 жылға шартты түрде сотталды. Кемпір сот залында жылай берді. «Кешір мені, Валя, кешір ақмақ кемпірді». Валентина үкім оқылған соң оған жақындады. «Мен кек сақтамаймын», деді ол ақырын. «Сіз ұлыңызды жақсы көрдіңіз. Бұл қылмыс емес». Реабилитация процесі 1,5 жылға созылды. Бюрократиялық машина баяу жұмыс істеді. Әрбір анықтама мекемелерді аралауды талап етті. Тек 2005 жылдың күзінде Валентина ресми түрде ақталды, мүлкін қайтаруға және өтемақы алуға құқық алды. Зәулім үй оны қараусыз күйде қарсы алды. Бөтен адамдар иелік еткен жылдары үй тозған. Шатырынан су аққан, сылағы түскен, электр желісі мен сантехниканы ауыстыру керек болды. Мұнайшының отбасы ешқандай жанжалсыз көшіп кетті, тіпті келтірілген қолайсыздық үшін кешірімде сұрады. Коллекцияны ішінара қалпына келтіру мүмкін болды. 12 шәлі Михаилдан табылды, тағы біреуі аукционда көрінді. Оны қомақты ақшаға сатып алуға тура келді. Екеуі мүлдем табылмады. Жөндеуге ақшаны 1840 жылдардағы орыс маусымдары деп аталатын сирек шәлі берді. Сарапшылар оны 150.000 рубльге бағалады. Антикварлық нарық өрлеп жатқан еді. Қимаймын деп мойындады Валентина бағалаушыға, бірақ үй маңыздырақ. Шәлілер әдемі жерде тұруы керек. Жөндеу жұмыстарын Байсалды бастады. Бірінші қабатта тоқыма бұйымдарын реставрациялау шеберханасын ашуды ұйғарды. Бұл оның жанына жақын әрі табыс әкелетін іс еді. Степаныч пен Калюня оның алғашқы көмекшілері болды. Валентина оларға үйдің шатыр қабатындағы мансарда бұрынғы қоймадан жасалған пәтерде тұруды ұсынды. Валентина, біз қарапайым адамдармыз ғой деп Степанович ыңғайсызданды. Мұндай үйде тұру бізге лайық емес. Қойшы оны деп ол қолын сілтеді.
Үй үлкен, бәріне орын жетеді. Ал маған көмекшілер керек. Ескі заттарды сіздерден артық кім түсінеді? Калюня ішкілікті мүлдем қойды, құжаттарын реттеді. Шеберхананың шаруашылық меңгерушісі болып ресми жұмысқа орналасты. Оның ұйымдастырушылық қабілеті мен техникалық білімі іске өте пайдалы болды. Василий Андреевичпен қарым-қатынасы асықпай, ересек адамдарша дамыды. Олар кездесетін, театрларға баратын, кітаптармен жұмыс туралы сөйлесетін. Оның қызы Екатерина алғашында Валентинаны суық қарсы алды. Әке, әлгі әйел тағы келді ме? Деп сұрайтын 17 жасар қыз. Оған ақша жетпей ме? Неге саған жабысып алған? Катя, бос сөйлеме деп әкесі оны жұмсақ тоқтататын. Валентина Романовна жақсы адам. Иә, жақсы. Деп қыз мұрнын шүйіретін. Ондай жақсыларды білемін. Бірақ біртіндеп мұз еріді. Валентина өзін таңған жоқ, қызға анасын алмастыруға тырыспады. Жай ғана сабаққа көмек немесе әйелдік кеңес керек болғанда қасында болды. Үйлену тойын 2006 жылдың жазында өткізді. Ахатта жақын достардың арасында қарапайым ғана өтті. Катя ақ көйлек киіп келіп, Валентинаға алғаш рет шын жымиды. Әкем бақытты, деді ол рәсімнен кейін. Оны мұндай күйде көрмегелі көп болды. Зәулім үйде тұруды ұйғарды. Василий Андреевичтің пәтері олар жоспарлаған үлкен отбасы үшін тарлық ететін еді. Үйленгеннен кейін бір айдан соң Валентина Дарьяны жолықтырды. Макаренко атындағы балалар үйіне ол іс бойынша барған еді. Балалар үйінің музейі үшін ескі туларды реставрациялап жатқан. 5 жасар қыз оқу залының бұрышында отырып, суретті кітап қарап отыр екен. Әдемі шәлілер, деді ол альбомдағы Павлова Посад бұйымдарының суреттерін көріп. Саған ұнай ма? Валентина оның қасына отырды. Иә, бірақ менде ондай жоқ. Менде мүлдем ештеңе жоқ. Валентинаның жүрегі езіліп кетті. Дарья ата-анасы қайтыс болған көлік апатының салдарынан ақсап басатын. Дәрігерлер ақсауды түзетуге болатынын, бірақ отамен ұзақ оңалту, реабилитация керектігін айтты. Қаласаң, мен саған шәлі сыйлаймын, деді Валентина. Шынымен бе, болады ма? Әрине. Тек алдымен Анна Петровна апаймен сөйлесу керек. Асырап алуды қысқа қарай рәсімдеді. Аяғына отаны Мәскеудің ең жақсы клиникасында жасады. Бір бөлігін мемлекет, бір бөлігін өз ақшасына төледі. Оңалту жарты жылға созылды, бірақ нәтиже күткеннен де асып түсті. Дарья қалыпты жүре бастады, тек қатты шаршағанда ғана аздап ақсайтын. Шеберхана қарқын алды. Алғашқы тапсырыстар тарихи музейден келді. Ғасырдың шіркеу жамылғыларын реставрациялау керек болды. Валентина маталарға бастапқы қалпын қайтарып, жіптер мен бояуларды қалпына келтіре отырып, зергерлік дәлдікпен жұмыс істеді. 2006 жылдың соңында қызметкерлерге жақсы жалақы төлеуге мүмкіндік туды. Степаныч ағаш жөндегі аға шебер болды. Суреттерге жақтаулар мен маталарды кергіштер жасайтын. Калюня шаруашылықты басқарды, тапсырыс берушілермен келіссөздер жүргізіп, сметалар жасады. 2007 жылдың басында Валентина жүкті екенін білді. 43 жаста бұл кеш жүктілік еді, бірақ заманауи медициналық көмекпен бұл қауіпсіз болды. Отбасын жоспарлау орталығы толық бақылауды ұсынды. Тәуекелдер бар деп дәрігер шынын айтты, бірақ заманауи технологиялар оларды азайтуға мүмкіндік береді. Әр 2 апта сайын бақылаймыз. Василий Андреевич бақыттан бас айналды. Ол болады дейтін ол Валентинаның ішін сипап. Міндетті түрде ол. Сенің әкеңнің құрметіне Роман деп қоямыз. Жүктілік оңай болған жоқ, бірақ ауыр асқынусыз өтті. Роман 2007 жылдың шілдесінде дүниеге келді. Салмағы 3-200 дені сау, мықты ол. Нағыз сұлу ғой, деп Степанович нәрестені қолына алып сүйсінетін. Портретіне қарасақ, тура атасы Роман Николаевичтің өзі. Сол кезде 20 жасқа толған Катя інісіне қатты қуанды. Анашым, мен құрбыларымды үйге шақырып, інімді көрсетсем болады ма? Қыздар көре алмай жарылып кететін шығар. Анашым деген сөз табиғи, ешқандай қысылыссыз естілді. Валентина отбасының ақыры толық қалыптасқанын түсінді. Тез емес, бірақ мықты болып құрылды. Сол жылдың жазы ерекше жылы болды. Зәулім үйдің бағындағы ескі алма ағашының астында балалар ойнап жүрді.
10 жасар Дарья құмнан қамал салып жатыр, ал 2 жасар Роман оны жан-тәнімен бұзуға тырысуда. Қыз інісіне қамалдарды бұзбай, сақтау керектігін шыдамдылықпен түсіндіруде. Роман болмайды. Бұл әдемі. Валентина шеберхана терезесінен балаларды бақылап тұрды. Ол Третьяков галереясының коллекциясындағы 1860 жылдардағы құнды шәліні реставрациялап жатқан. Жұмыс барынша ұқыптылықты талап ететін. Әрбір жіп есептеулі еді. Валя тәте, сізге кіруге болады ма? Кір, күнім. Тек қолыңды жуып ал. Қыз Валентинаның нәзік саусақтары көне жіптерді қалай түзеп, матаға бастапқы сұлулығын қайтарып жатқанына таңырқай қарады. Мені де солай істеуге үйретесіз бе? Әрине, сәл өскен соң үйретемін. Шеберхананың қабырғасында Валентинаның ата-анасының Степанович жасаған әдемі жақтаудағы портреттері ілулі тұр. Қасында жаңа отбасының суреттері. Василий Андреевичпен үйлену тойы, Романның алғашқы қадамдары, Катяның оқу бітіруі, Дарьяның туған күні. Төменгі қабаттан дауыстар естіледі. Степаныч Калюняға ағаш оюдың қыр-сырын түсіндіріп жатыр. Екеуі де қазір шатыр қабатындағы жеке пәтерде тұрады. Шеберханада жұмыс істейді және өздерін отбасының толыққанды мүшесі ретінде сезінеді. Кешкісін балалар ұйықтаған соң Валентина баққа шықты. Василий Андреевич алма ағашының астындағы орындықта газет оқып отыр екен. Шеберханада істер қалай? Деп сұрады ол әйелін құшақтап. Жақсы. Тапсырыс көп. Третьяковка тағы 2 шәліні реставрациялауды сұрап жатыр. Жақында көмекші алу керек болады. Ал балалар ше? Катя келесі айда дипломын қорғайды. Әкесінің жолын қуып, прокуратураға барғысы келеді. Дарья ақылды болып өсіп келеді, сурет салғанды жақсы көреді. Роман біздің бақытымыз. Олар жапырақтардың сыбдырымен кешкі Мәскеудің алыстан естілген шуын тыңдап, үнсіз отырды. Үйдің терезелерінен жылы жарық түсіп, отбасылық суреттермен қалпына келтірілген шәлілер коллекциясын жарықтандырып тұр. Білесің бе, деді Валентина ақырын, кейде мұның бәрі түс емес пе? Деп ойлаймын. Шындық болу үшін тым жақсы. Түс емес, Василий Андреевич жымиды. Бұл жай ғана әділдік. Кешіп келген, бірақ нағыз әділдік. Құдай алып қойды, бірақ еселеп қайтарды, деп Валентина анасының сөзін есіне алып сыбырлады. Ең бастысы, адамдарға және әділдікке деген сенімді жоғалтпау. Бір жерден Романның жылаған дауысы естілді. Валентина ұлын жұбату үшін орнынан тұрды. Өмір жалғасуда. Ол жылдар бойғы азап пен төзіммен лайық болған қарапайым, бақытты өмір. Шеберханада үстел үстінде ертеңгі жұмысты күтіп аяқталмаған шәлі жатыр. Ғасырларды бастан өткерген көне сұлулық қамқор қолдарда қайта жан бітіруде, дәл басынан қайғы мен сатқындықты өткерсе де, сүю және өзгелерге қуаныш сыйлау қабілетін сақтап қалған Валентинаның өзі сияқты. Дөңгелек жабылды. Отбасылық үй қайтадан отбасының үйіне айналды. Бұл оқиға адамның ең ауыр сынақтарда да үмітін үзбей, әділдікке жете алатынын көрсетеді.